Сәлем достар, бүгін біз сіздермен медовик немесе балды торт пісіріп үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдырыңыздар, және де менің каналыма жазылуларыңызды сұраймын. Классикалық медовик тортын пісіру әдістері әртүрлі. Мен бүгін сіздерге медовикті пісірудің ерекше әдісін үйретемін. Дайындап алған ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды саламыз, үстіне қант, 2 шай қасық сода және де 4 ас қасық балды салып араластырамыз. Видеода көрсетілгендей ингредиенттеріміз салынған ыдысымызды қосылып тұрған плитаға қойып, сары майымыз езілгенше араластырамыз. Сары майымыз езілгенде плитаның астын ақырындатып, массамызды өстіп біркелкі араластырамыз. Көпіршіктер пайда болған көріп тұрмыз. Өстіп асықпай біркелкі араластырамыз. Массамыздың түсі өзгерді. Ыдысымызды плитадан аламыз. Енді 5 минуттай осы массаны біркелкі етіп араластырып суытамыз. Салқын болған массаға жұмыртқаларымызды саламыз. Жұмыртқаны видеода көрсетілгендей бір-бірден салғанымыз дұрыс. Бір жұмыртқаны салып дұрыстап араластырып аламыз, сосын екіншісін салып араластырамыз, үшіншісін, төртіншісін. Келесі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды ақырындап салып араластырамыз. Біздің массамыз сондай сұйық және сондай қою болмауы тиіс. Дайын болған массамызды видеода көрсетілгендей пергамент қағазына салып пісіреміз. Пешімізді 200 градусқа қойып, әрбір коржымызды 5-6 минуттан пісіріп аламыз. Көріп тұрғандай коржымыз өте жұмсақ болып шықты. Корждарды қажет пішінге келтіреміз. Енді тортымыздың кремін жасауға кірісейік. Ол үшін маған 5 ас қасық қаймақ қажет болады. Қаймақтың үстіне 2 қасық творожный сыр салдым. Оның үстіне қантымызды сеуіп, 3 ас қасық сгущенканы салдым да кремімізді миксерлеуге кірістім. Міне біздің креміміз дайын болды. Коржымыздың үстіне кремімізді жағып, оның бетіне ұнтақталған коржымызды сеуіп, тортымызды әсемдеуге кірісейік. Тортымыз дайын болды. Міне, тортымызды кесіп көрейік. Тортымыз өте жұмсақ, дәмді, иісі сондай керемет. Бұл тортты пісіре салып, шайға беруге болады. Өте жұмсақ болып шығады.